Бақытқа толы бір ғұмыр. Орталық саябақта музыкалық поэтикалық кеш өтті. Сәкен Сейфуллин атындағы Қарағанды облыстық Қазақ академиялық драма театрының актерлері қала тұрғындарын өз шығармашылығымен қуантты. Толығырақ келесі репортажда. Орталық мәдениет және демалыс саябағында бақытқа толы бір ғұмыр атты музыкалық поэтикалық кеш өтті. Сәкен Сейфуллин атындағы театрдың 40-қа жуық актері авторлық және халық әндерін орындаумен кешті әсерлі етті. Шығармашылық шеруде көрермен әртістерге қосылып, олармен бимен қолдап, таныс әуендерін шырқады. Қазіргі таңда адам баласы адам болып қалу үшін рухани азық керек, рухани байлық керек. Жалпы ұлт ретінде, адам ретінде сақталу үшін бізге ең бастысы рухани байлығымыз керек. Сол рухани байлықты байыта түсудің үстінде үшін біз театр болып, сахнада халыққа, біздің Қарағандыға келген қонақтарға, қарағандылықтарға, өнер сүйетін қауымға поэтикалық концертімізді ұйымдастырып алып келдік. Бұл жерде әртүрлі қазаққа аты мәшһүр ақындардың өлеңдері және өзіміздің театрымыздың актерларының авторлық әндері орындалып жатыр. Еске сала кетейік, Сәкен Сейфуллин атындағы Қарағанды облыстық қазақ драма театры 1932 жылдан бері жұмыс істеп келеді. 1964 жылы театрға қазақ әдебиетінің көрнекті қайраткері Сәкен Сейфуллиннің есімі берілді. Ұзақ жылдар бойы шығармашылық жұмысы кезінде оның сахнасына көптеген танымал қазақ актерлері шықты. Ал театрлық қойылымдарды жасауға атақты режиссерлер қатысты. Көптеген танымал және талантты кәсіби театр саңлақтарының арқасында көптеген туындылар тамашаланды. Осы демалыс орнына мен сол өшелі концерт келдім. Қалаға осындай шығармашылық кештер болғаны өте жақсы. Тұрғындарға уақыттарын өткізіп, соны тамашалауға келеді. Тағы не айтам, осындай шығармашылық кештер көбейе берсін деймін. Жақсара берсін, ұлғая берсін. Осындай демалыс күндерін біз сияқты адамдар осындай жақсы кештерге келіп көргісі келеді. Іс-шара барысында Тәтті махаббатым, Сағым сезім, Белый танец және Билли Айлиштің When the Party's Over сияқты шетелдік жұлдыздардың репертуарынан әндер орындалды. Концертті тамашалауға түрлі буын өкілдері келді. Сәкен Сейфуллин атындағы Қарағанды облыстық қазақ драма театры 9 қыркүйекте ұлтқа қызмет қойылымын ұсынады. Бұл 20 ғасырдың басындағы қиын кезеңдерді баяндайтын деректі және көркем драма. Жандос Бақытұлы, Айша Усенбекова, Серік Тоғаев, Николай Шевелев, 5-ші арна.